Ежелгі аңызда, егер ханшайым 18 жасқа толғанша ешкімге тұрмысқа шықпаса, тауда тұратын тау патшасы деген тролл келіп, оны өзіне қалыңдық етіп алып кетеді делінеді. Бұны болдырмас үшін алыс елдің патшасы өз қызы Кристенді менмен әрі өзімшіл ақсүйек Фредерикке тұрмысқа бермек болады. Патшаның ойынша, жас ақсүйек Кристен үшін керемет жар болар еді. Алайда Кристен әкесінің бұл шешімімен келіспейді. Фредерикке тұрмысқа шықпау үшін қашып кетеді. Біз басты кейіпкеріміз, арманшыл жас жігіт Эспенмен танысқанда, ол үйіне қайтып келе жатқан болатын. Кенет, Кристен оған қарай шайтан қуағандай шаба жөнеледі. Кристен Эспенді шошытып жібереді. Соның салдарынан ол көпірден құлап кетеді. Кристен Эспеннің жағдайын тексеру үшін қасына түседі. Бірақ Эспен оны суға тартып, әзілмен кек қайтарады. Әңгімелескеннен кейін Эспен онымен тамағын бөліседі. Екеуі жағымды кешкі ас ішіп, жақсы әңгіме дүкен құрады. Алайда Эспен Кристеннен оның қайда асығып бара жатқанын сұрағанда, ол айтқысы келмей, бірден кетіп қалады. Эспен үйіне оралады, онда оны ағалары, Паул мен Пур жұмыста көмектеспегені үшін ренжіп қарсы алады. Сол сәтте әкелері келіп, Эспеннен тамақ әкелдің бе деп сұрайды. Ұлы болған жайтты айтып, тамақтың неге жоқ екенін түсіндіруге тырысады. Әкесі оған үйде күттеп бұйырып, Пур мен Паулды ертіп аңға кетеді. Түн түседі, Эспен күлмен ойнау, сүйікті ісімен айналысып отырған еді. Кенет сырттан қатты дыбыс естіледі. Тролл деп ойлап, Эспен темір шоқпармен ойнап, өз-өзін троллмен шайқасып жатқанда елестетеді. Алайда бұл ойыны үйді шарпыған үлкен өртке алып келеді. Сол кезде орманда шауып келе жатқан Кристенге бірдеңе шабуыл жасайды. Таңертең Эспеннің әкесі мен ағалары үйдің орнында тек күлді көреді. Эспен бәрін түсіндіруге тырысады, бірақ еш нәтиже шықпайды. Кенет Фредерик пен оның адамдары келіп, Кристенді көрдіңдер ме деп сұрайды. Ол ханшайымның жоғалып кеткенін және кімде-кім оны тапса, жақсы сыйақы алатынын хабарлайды. Эспен өтірік айтып, оны көрмедім дейді. Бірақ Фредерик оған сенбейді. Ол Эспеннен шындықты білгісі келеді. Алайда әкесі оны ештеңе білмейді деп сендіріп, Фредерик кетіп қала. Фредерик пен оның адамдары кетіп, отбасы әкелерін жоқтап қала. Әкесі Пур мен Паулға ханшайымды табу керек екенін айтады. Өйткені сыйақы арқылы олар бәрін қалпына келтіре алады. Ал Эспенге ол ешқашан дұрыс ештеңе істемейді деп, бұл жерден кетіп, енді қайтып келмеуді бұйырады. Оны күл баласы деп мазақтайды. Алайда Эспен ағаларын жасырын түрде еріп кетеді. Ал Паул оны көргенде Пур екеуі оны қабылдайды. Жол бойы Эспен үнемі сөйлеп, сынған айна мен ескі дулыға секілді заттарды теріп, Пурды ашуландырады. Кенет олар біреудің көмек сұрап жатқанын естиді. Бірақ Пур уақытымыз жоқ деп, Паулмен кетіп қалады. Эспен жолдан бұрылып, мұрны ағаш түбегіне қысылып қалған сиқыршы кемпірді көреді. Ол кемпірге көмектесіп, оған тамақ береді. Сосын қайда бара жатқанын айтып береді. Жақсылығы үшін сиқыршы оған троллды өлтіретін қылыш бар екенін айтады. Сондай-ақ ол кез келген нәрсенің орнын көрсететін сиқырлы карта сыйлайды. Бұл жағдайда қылыш қайда екенін көрсетеді. Эспен картаны пайдаланып, қылыш батпақтағы тоғанның ішінде екенін біледі. Ол сапарын жалғастырып, жалғыз жүріп отырады. Жолда троллдың ізінен Кристеннің қаламын тауып алады. Ал сол уақытта Пур мен Паул жұмақтай дәмді алтын алмалар толы себетті тауып алады. Олар себетті босатқан соң, 3 қыз пайда болып, олардың артынан ерсеңдер, одан да дәмді тамақ аласыңдар дейді. Шаршаған әрі аш ағайындылар олармен бірге кетуге келіседі. Кейінірек Эспен сол қыздар ағаларын апарған жерге жақын маңда болады. Ол алтын алманы тауып, оны тістегенде, еріксіз алға қарай тартылады. Ол барып көрсе, ағалары әлгі қыздармен бірге мейрам жасап, бір түрлі күйде отырады. Қыздар үнемі оларға үйлену жайлы айтып жатады. Ағайындылары тамақ ішіп отырғанда, Эспен бір сәтке тамақтың шірік екенін байқайды. Ол тамақ шуды тоқтатып, айналасына шын көзбен қарағанда, бәрі шіріп кеткен тамақ екенін. Ал қыздар қорқынышты киіп киінгенін көреді. Ол олардың холдерлер, орман перілері екенін түсінеді. Олар жас жігіттерді арбайды да, кейін өлтіреді. Эспен ештеңе көрмегендей қалып танытып, қыздардың бірінен ағалармен үйлену туралы ақылдасуға болама деп сұрайды. Холдерлер оның сиқырларын көріп қойғаннан бейхабар күйде келісіп, Эспен ағалармен алыстауға мүмкіндік алады. Ол оларды ес жиғызу үшін бірнеше салып жіберіп, үшеуі қашып кетеді. Келесі көріністе Кристен оянып, айналасында бірнеше ешкі жатқан үңгірде болады. Кенет үлкен тас қозғалып, бір өткел ашылады. Және сол өткелге бір ешкі кіреді. Алайда ол еш жақсы аяқталмайды. Аз уақыттан кейін троллдың қолы шығып, ешкінің қалдықтарын Кристенге лақтырады, оны жеді. Ағайындылар бір сәтке демалуға шешім қабылдап, бір тавернаға кіріп, түскі ас ішпек болады. Олар сиқырлы карта мен қылыш жайында әңгімелеседі. Бірақ бұл уақытта Фредерик сол жерде отырғанын байқамайды. Ол бір әнші қызға менмендікпен қарасып отырған кезінде, ағайындылардың сиқырлы заттар туралы айтқанын естіп қала. Фредерик өзінің адамдармен олардың стеліне келіп, карта үшін жақсы ақша ұсынады. Пур мен Паул бұл әділ келісім деп ойлайды, бірақ Эспен картаны бергісі келмейді. Өйткені ол Фредериктің тек тақ үшін әрекет етіп жатқанын, және Кристен оны жақсы көрмейтінін біледі. Осы кикілжің үлкен төбелеске ұласады. Фредерик пен оның адамдары жақсы жабдықталғандықтан басым болады.
бірақ ағайындылар да оңай беріле қоймайды. Кенет Фредерик бір дәу адамның жеп отырған салатына басып кетеді. Ол дәу ашуланып, төбелеске қосылып, бұл ағайындыларға қашып кетуге мүмкіндік береді. Олар тавернадан алыс кетіп, өздерін қауіпсізбіз деп ойлайды. Алайда көп ұзамай Фредерик адамдармен бірге қайта пайда болып, оларды құзға қарай қуады. Ол тағы да карта сұрайды. Бірақ эспен беруден бас тартып, ағалармен бірге құздан секіреді. Бақытына орай, олар тірі қалып, батпаққа қарай жол тартады. Жолда эспен ескі әудің терісін тауып, оны да қасына алып кетеді. Кейіп қайта Кристенге ауысады, ол үңгірде отыр. Тролл оны ұстауға қолын созғанда, Кристен таспен оның саусақтарын ұрып жібереді. Егер мені алғың келсе, алдымен үйлену көйлегін тауып бер, дейді. Осылайша ол уақытты ұтады. Көп ұзамай, ағайындылар тұманмен жабылған батпаққа жетеді. Сол тұманда эспен Пур мен Паулдан бөлініп қалады. Ал Фредерик екеуін ұстап алады. Ол эспен қайда деп сұрайды. Бірақ Пур құздан құлап өлді деп өтірік айтады. Эспен қылыш жасырылған тоғанды табады. Ол жерден бір жаратылыс оған шабуыл жасап, суға батырып өлтірмек болады. Бірақ эспен жеңіп шығып, қолына қылыш алады. Ал Пур мен Паул енді Фредериктің тұтқындары. Фредерик енді картаны да қолға түсірген. Кенеттен еш жерден ау пайда болып, топқа шабуыл жасайды. Бірақ олар оның жай эспен екенін түсінеді. Енді Фредерик қылышты да иеленеді. Карта арқылы ол троллдың қайда екенін біліп, адамдармен және тұтқындармен сол жаққа аттанады. Олар күндіз тоқтайды, өйткені күн сәулесі троллдер үшін өлімге апарады. Олар тек түнде белсенді. Күндіз олар кешкі ас ішіп демалады, ал ағайындылар бір ағашқа байланған. Кенет шу естіліп, тролл оларға шабуыл жасайды. Эспен ағаларын байланған арқаннан босатып, бәрі бірге жасырынады. Ал тролл Фредериктің адамдарын бірінен соң бірін өлтіреді. Тек менмен ақсүйек жалғыз қалады. Фредерик енді қауіп жоқ деп ойлайды. Бірақ тролл оны ағаштан қағып түсіреді. Сол кезде эспен Паулдың лагерден тамақ ұрлап алғанын байқап қалып, оны тез лақтырып жібереді. Өйткені ол тамақ троллды өздеріне тартуы мүмкін. Барлығы тынышталып қалады. Ағайындылар тролл кетіп қалды деп ойлайды. Алайда кенет тролл қайта пайда болып, Паулды ұстап алады. Эспен мен Пур жалғыз қалады. Және екеуі ағалары мен Кристен тірі шығар деген үмітпен троллдың інін іздеуге кетеді. Троллдың інінде Фредерик Кристенге өзінің сапары туралы өтірік айтып, өзін батыр етіп көрсетеді. Алайда Паул сөзге араласып, Фредериктің бар мақсаты тақ екенін айтып, Кристенге оның барлық істегенін айтып береді. Ақсүйек өзін ақтауға тырысады. Бірақ Кристен оның сөзін тыңдағысы келмей, қозының сүйегімен басынан бір ұрады. Содан кейін Паул Кристенге бәрін түсіндіреді. Эспеннің қылыш пен картаны қалай тапқанын, оны құтқару үшін қаншалықты тырысып жүргенін айтып береді. Бұл жаңалықты естігенде Кристеннің жүзі нұрланып кетеді. Көп ұзамай Эспен мен Пур троллдың үңгіріне жетіп, тұтқындарды табады. Олар Паулды, Кристенді және Фредерикті Эспен жол бойында тапқан жіптің көмегімен құтқарып алады. Одан кейін олар тролл ұйықтап жатқан үңгірге тап болады. Олар троллден жасырын өтіп кетпек болады. Бірақ, әрине, Фредерик тағы да бәрін білдіріп, троллды оятып қояды. Барлығы тез далаға жүгіріп шығады, ал Кристен оларды таудың төбесіне шығуға кеңес береді. Себебі күн сол жерде тезірек көрінеді. Тролл үңгірінен шығып, оларды қуалай бастайды. Фредерик тығылып қалады, өзінің нағыз қорқақ екенін көрсетеді. Тролл топты қуып жетіп, оларды таудың басында қыспаққа алады. Эспен қылышын алып, троллды өлтіруге дайындалады. Бірақ алып жаратылыс оны жай ғана ұрып жібереді. Кенет Пур троллге тас лақтырып, оны ашуландырады. Тролл Пурды қатты соққыға жығып, ол есінен танып қалады. Барлығы жоғалғандай көрінеді. Бірақ Эспен кенет бір нәрсені есіне түсіреді. Ол тез сөмкесіне жүгіріп барып, сапар басында тауып алған сынған айнаны шығарады. Соны күн сәулесіне бағыттап, троллды соғыр етіп, біраз уақыт ұтады. Алайда тролл әлі де Паул, Пур және Кристенді жоймақ болып шабуылын жалғастырады. Бақытына қарай, күн шығып, троллды тасқа айналдырып жібере. Пур есін жияды, және бәрі бірге патшаның сарайына аттанады. Сол жерде Кристен патшаға барлық шындықты айтып береді. Эспен мен оның ағалары қалай оны құтқарғанын, Эспеннің троллды қалай өлтіргенін баяндап береді. Сол кезде біз Фредерикті орман ішінде жалғыз жүргенін көреміз. Ол Эспенге көмектескен мыстанды көреді. Нағыз ақымақ ретінде ол мыстанды ренжітіп, патша сарайына қалай жетуге болатынын дөрекі түрде сұрайды. Мыстан оған бағыт сілтейді. Ол кетіп бара жатқанда, мыстанның жүзінде жымисаң пайда болады. Сарайда патша Эспеннен қандай сыйлық қалайтынын сұрайды. Ал ол үйімізді қайта салу үшін алтын ғана қажет екенін айтады. Ол ханшайымға үйленіп, патшалықты басқару қарапайым адам үшін тым үлкен жауапкершілік екенін түсіндіреді. Содан кейін ағайындылар әкесіне қайтып оралады. Әкелері оларды қуана қарсы алады. Пур мен Паул оған Эспеннің ерлігін айтып береді. Әкесі бұрын айтқандарына өкінетінін айтып, Эспеннен кешірім сұрайды. Сондай-ақ оны күлшаш деп атағаны үшін де кешірім өтінеді. Эспен бәрін түсінетінін айтып, ол лақап атқа ренжімейтінін жеткізеді. Содан кейін әкесіне алтын толы қалтаны тапсырады. Кейін үйдің қайта салынып бітуге таяғанын көреміз. Кристен келеді, ал Эспен онымен кездесуге шығады. Ал Фредерик болса, әлі де орманда адасып жүр.
өйткені мыстан оны әдейі адастырған. Ол бір тастың үстінде отырып жылап отырады. Кенеттен оған қарай бір алтын алма домалап келеді. Ол қуанып бір тістейді. Сол кезде Холдер қыз пайда болып, қасындағы сіңлісімен бірге оған жақындайды. Фильм дәл осы тұста аяқталады. Фредерик лотерея ұтып алғандай болып қалады.